Сәлем достар, бүгін сіздерге Жапонияның Good Doctor деген телесерияны таныстырамын. Бас кейіпкер Шиндоми қаршада айынан бұқпа ауруына шалдыққандықтан басқа балалардың қорлауына ұшырағанда ағасы үнемі жүгіріп келіп інісін қорғайды. Ол бауырына ойыншық операция пышағын жасап беріп, оған талантың бар, үлкейгенде жақсы доғдыр боласың деп айтады. Шиндоми ағасын сөзін есінен шығармай, бұл операция пышағын асылдай сақтап жүр. Емханалардың дәрігерлері мәжілісте балалар бөлімі ұзақ жылдар бойы зиян келтіру жағдайын талқылауда. Алқа бастығы орнынан тұрып, балалар бөлімінің шығымын азайту үшін дәрігерлердің санын азайту керек деп айтады. Бөлім бастығы бұны естіп, дереу орнынан тұрып қарсы болып, қазір бізде адам саны аз. Балалар үлкен адамға ұқсамайды. Бір шағын тексеруге де көп адаммен ұзақ уақыт кетеді. Балалар бөлімінің кәсібилігі басқа бөлімге қарағанда жоғары болады. Бір дәрігер тәрбиелеу үшін көп уақыт және зейін жұмсау керек. Алқа бастығы қарсы болып, балалар бөлімі әрбір жылы 100 миллион ақша зиян келтіруде. Осы кезде Такана дәрігер оның сөзін бөліп, біз 100 миллионға 1600 баланың жанын алып қалдық. Әр жылы зиян себебімен балалар ауруханасы азайып бара жатыр. Аурухана жабылса, басқа ауру балалар қайтеді, оның құнын сан арқылы өлшеуге болмайды. Осы кезде емхана бастығы сөйлеп, біз сөзсіз балалар бөлімін қорғауымыз керек. Адам жетіспеу жағдайын бәсеңдету үшін мен бір жаңа дәрігер қабылдағым келді. Бұл дәрігер дәл Шиндоми. Қазір ол емханаға баратын жолда. Кенеттен артынан үлкен дауыс шығып, жарнама тақтасы құлап, куданның үстіне түсіп талқалады. Бір дәрігер дереу жүгіріп келіп, іштімен мойындағы тамырын басқанда, Шиндоми дереу айғайлап, балаға бұлай істесе өліп қалады. Ақырын басу керек. Шиндоми жейдесін ашса, бір әйнек ішіне қадалған. Ол дереу тексеріп, жан-жақтағы адамдардан қалам, пышақ, пластыр сұрап, өзі жүгіріп барып, 2 бутылка арақ алып келіп, жарақатын дезинфекциялап, бәкімен ауыз ашып қалам түтігін кіргізіп, сосын дереу сорғыш түтік, пластыр және арақ құмырасынан қарапайым құрал жасап, өкпесін қайтадан іске қосады. Осы кезде құтқару машинасы келіп, куданың шешесінің өтінішімен сынауына да бармай, бірге емханаға барады. Сонымен бірге дәрігерлер Шиндомиді алуға қарсы болып, ол университетті бірінші нәтижемен оқуды бітірген. Бірақ бұқпа ауруы бар. Ол доғдырға лайық емес деп айтады. Емхана бастығы оларға оның таланты бар, еске сақтау қабілеті күшті, емдеу қабілеті де өте жоғары. Сөзсіз шипаханаға үлес қосылады. Осы кезде куданды операцияға алып кіргенде, Шиндоми сыртта айғайлап, дыбыс толқынмен тексеріңдер. Ал дәрігерлер солай істегенде операция сәтті болды. Шиндоми сәтті болғанын естіп, дереу өзінің жұмысына кетеді. Мәжіліс тараған сәтте Шиндоми қаңқан болып жетіп барып, бастық одан не болғанын сұрағанда, ол жолдағы уақиғаны айтып береді. Ол сумкасы жоқ болғанын біліп, дереу алғалы кет қалады. Шиндоми кеткенде барлық дәрігер оған қарсы болғанда, хатшы келіп, бағана Шиндоми адамды құтқарып және адамдар мақтаған кескінін қойды. Бастық бұны көріп, оларға Шиндоми мықты дәрігер, маған жарты жыл уақыт беріңдер. Егерде ода дәрігер болатын қабілет жоқ болса, мен емхана бас міндетінен босаймын дейді. Сосын Шиндомиді балалар бөліміне қабылдайды. Сәту дәрігер оның жетекшісі болып, оған жұмыстастарын таныстырғанда, Шиндоми олардың жастары мен аттарын бір көріп жаттап алды. Емханадағы барлық балалардың жекелік информациясы мен қандай аурумен келгенде бір көріп жаттап алды. Бір бөлмеге кіргенде, Шиндоми столдағы аутоманды көргенде, оның яухуй екенін біліп, оның жекелік информациясын бірақ дұрыс айтады. Бұны естіген сәту дәрігер таңғалып қалады. Шиндоми оған аутоманның суретін сызып бергенде, яухуй қуанып, қашан емханадан шығып мектепке баратын сұрағанда, Шиндоми оған операция жасаған соң шығуға болатынын айтады. Сосын яухуйдың шешесі бөлім бастығына арыз айтып, мен балама әлі операция жайлы айтпадым, кейін айтайын деп ойлағам. Шиндоми дәрігер енді менің балама жоламасын деп айғайлайды. Сәту Шиндомиға оның психикалық дайындау жасаудан бұрын айтпау керек. Ал Шиндоми не үшін болмайды деп кет қалады.
Емхана бастығы Такана дәрігерді кеңсесіне шақырып, оған Шиндоми 8 жасында адам денесіндегі барлық мүшені жатқа салатын дәрігер болу үшін көп құлшынғанын айтады. Және оған менде қабілет жоқ, сіз сөзсіз оған көмектесуіңіз керек деп өтінеді. Шиндоми Такана дәрігерді көріп сәлемдескенде, ол сен мәңгі сыртқы аурулар дәрігер бола алмайсың, ертеректен жоғалғаның дұрыс дейді. Бір күні Шиндоми Яохуйдың іші ауырғанын көріп, тексергісі келсе, шешесі оны қуып шықты. Қызметтестері оған тесіп, енді жолама дегенде, Шиндоми абыржып, оның іші қатты ауырды, дереу тексеру керек. Бәлкім ішек тосылуы мүмкін. Қызметтесі сенер-сенбесін білмей, оның жағдайын бөлім бастығына айтқанда, ол Шиндоми айтқанын естіп, мазақтап күліп, және өзінің маңызды мәжілістемін деп айтады. Іс жүзінде ол гольф добын ойнап жүрген. Шиндоми қайтадан Яохуйға барып, оның құсқанын көргенде, оған 30 минуттың ішінде операция қылу керек екенін айтқанда, көзілдірік таққан сестра тағы бөлім бастығына хабарласып, дереу келуін айтады. Ол келуге аз дегенде 2 сағат бар екенін естіп, Шиндоми Яохуйды өзі операция жасайтын бөліміне апарып, операция жасайтын дайындықты жасағанда, Такана дәрігер іс анығын біліп, Шиндомиді қуып шығып, өзі 2 операцияны бірге жасайды. Шиндоми сыртта тоқтаусыз Яохуйға дұға етті. Емдеу қызметкерлердің ортақ құлшынуында 2 операцияда сәтті болды. Шиндоми Яохуйдың ақуалын сұраса, Такана дәрігер оны итеріп, сен дәрігер бола алмайсың, бұл жолы тәлейің жақсы болғаннан. Егерде тәлейің жақсы болмаса, екеуі де өлетін еді. Содан кейін сәті оның жығылғандағы жарасын таңып, оған Такана дәрігер ашуланды. Өйткені науқастың жағдайын білмей тұрып, оған операция қылу өте қатерлі. Бірақ бүгін Яохуйды расында сен құтқардың. Яохуйдың шешесі Шиндомиді көргенде, оған рахметін айтып, егер сіз байқамаған болсаңыз, одан баяғыда айрылып қалатын едім. Мен сізге көптеген әдепсіз сөздерді айттым, мені кешіріңіз дейді. Шиндоми ренжімей, оның сомкасын шешесіне бергенде, шешесі Яохуйды қаршадайынан көп ауырған, өте бейшара деп қарайды. Ал Шиндоми шешесіне, ол бейшара емес, өте қайсар бала. Раққа қарсы емдеу, науқасты рухани азапқа ұшыратады. Үлкен адам төзе алмаған, бірақ ол бұған шыдады. Сосын Шиндоми мен Сато ақыл айтып, баласына ауруын айтады. Шешесі баласын сомкасын ашқанда, ішінде 4 адам бірге тортқа қараған сурет. Яохуй шешесіне толған күнің құтты болсын деп ән айтқанда, шешесі әсерленгеннен көзіне жасқа толып, суреттегі шамға қарап үрлейді. Шешесі ұлынан қайтып сызғасың дегенде, ұлы Шиндоми аға үйретті деп айтады. Сестраларда Шиндомимен бірге дос болып, оны мақтайды. Сато кеңсеге келіп, оны мақтағанда, оның аутоманға жазу жазғанын байқайды. Шиндоми оған, бұл менің Яохуйға сурет салуды үйреткенде маған берген ақысы. Айтып болған соң, бала сияқты аутоманды ойнайды. Осы кезде екеуің де құрсақ ашып, бірге тамаққа барады. Сато Шиндомидан не үшін дәрігер болғың келеді деп сұрады. Шиндоми, өйткені ағам үшін. Амал қанша, ол ертеден қайтыс болды. Мен барлық баланы сау денелі ержеттігін үміт етем. Түнде Такана дәрігер Шиндомидің қысқаша өмірбаянын алып, өз інісінің фотосымен салыстырады. Ал Шиндоми ағасының суретіне қарап, сол түні есіне түседі. Әкесінің зорлық зомбылығынан қашып, ағасы оны ертіп, көне қойманға кіріп жасырынады. Байқаусызда ішіндегі темір сөрелер құлап, екеуі жарадар болып, оларды шипахана бастығына апарып құтқарғанда, ағасы қатты жарақаттанып қайтыс болады. Сол кезден бастап Шиндоми барлық балаларды сау денелі ержеттігін арман іске асатын ағашқа іліп қояды. Бірінші сериясы осымен аяқтады. Құрметті каналдағы қонақтар, сіздердің қолдауларыңыз бізге маңызды. Егерде жақсы пікір, жаңа идеяларыңыз болса, міндетті түрде астыға жазып қалдырыңыз. Лайк басып, каналыма жазылыңыз. Сонымен қатар қоңырауды басып, жаңа видеомды бірінші болып көре аласыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.